Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in, summa amma ba'd. Assalamu алейкум, құрметті қажылар, құрметті жамағат, құрметті аталар, ағалар, әпкелер, апалар, қарындастар. Міне бәріміз ұлы сапарға, қасиетті сапарға бірге келдік, бірге атқарып жатырмыз иншалла. Баршаларыңыздың ниет тілек дұғаларыңызды Алла қабыл етсін, амалдарыңызды қабыл етсін. Құрметті жамағат, біз осының алдында шығар кездегі айтқан уағызымызда бұны аталарымыз ұлы сапар деп атаған. Ұлы сапар. Бұл құлшылықтың бір ерекшелігі ихрамда боласыз. Ихрам деген нәрсе не екен ол? Өз-өзіңізге кейбір нәрселерді харам ету. Харам ету. Осы арқылы Аллаға жағасыз. Мысалы, оразада сізге жалпы өміріңізде рұқсат етілген ішіп жеу деген нәрсені оразада тыясыз ғой. Алла тағала сол тыйылғаныңыз үшін сізге разы болады ғой. Солай қабыл етеді. Мынау халал болып тұрған нанды да жемейді, өзіне халал болып тұрған суды да ішпей жатыр, ораза болған үшін деп Алла разы болады. Сол сияқты да қажылықтың ең ерекшелігі ол ихрам екен. Ихрам. Мәселе анау киімде емес, жамағат. Әппақ киініп алуыңызда емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалған бір сүннет. Аққа орануыңыз. Оның ғибраты бәрің түбінде осылай аққа оралып менің алдыма келесіңдер. Аққа оралып бәрің осылай топырлап менің алдыма қайта тірілесіңдер деген ұғым ол. Ал негізгі ихрам деген нәрсе не екен? Ол ниет ету. Мен қажылықты, не умраны ниет еттім. Алла және пайғамбары көрсеткен тыйымдардың бәрінен мен Алла разылығы үшін тыйылдым. Деп не істейсіз? Осындай өзіңізге ниет жасап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсеткен нусук дейді, қажылықты амалдарын осылай орындайсыз. Амалдар екі шартпен қабыл болады екен жамағат. Біріншісі тек бір Алла разылығы үшін болу керек. Ниеттің тазалығы. Екіншісі Алла бұйырғандай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсеткендей болса, бұл амал қабыл болады екен. Енді сіздерге ешқандай күмәніміз жоқ, барлықтарыңыз ниеттеріңіз бір Құдай үшін иншалла, бір Алла разылығы үшін болмаса, бұндай жақта, бұндай уақытқа, осындай шілденің ыстығында келу ол мүмкін емес. Ниеттеріңіз Алла үшін болғаннан, ықыластарыңыз тасып тұрғаннан сіздер осылай болдыңыздар. Аллаға шүкір, сол үшін Алла тағала сіздерге қажылықты бұйыртып, қонағы етіп шақырды. Аллаға шүкір, ниет ол Алла разылығы үшін, бір Құдайдың разылығы үшін, қажеке, қажы атану үшін емес, Алла разылығы үшін екен. Бір шарты Аллаға шүкір орындалып жатыр. Екінші шариғатқа сай болу дейді. Бұл қажылық деген құлшылық. Мысалы қараңыз, күнде сізге парыз болатын құлшылық бар. Ол не? Ол намаз. Аптасына бір рет парыз ететін құлшылық бар. Ол мешітке барып жұма намаз, құтпа тыңдау, бұл аптасына бір рет парыз болады. Жылына бір рет парыз болатын құлшылық бар. Ол не? Ораза екен. Мал дүниесі жеткендерге жылына бір рет зекет парыз болады. Ал енді бұл қажылық деген нәрсе өміріңізде бір-ақ рет парыз болады. Енді осы нәрседен қандай логика шығады? Өміріңізде бір-ақ рет парыз болатын құлшылықтың маңыздылығы арта береді. Мысалы, ертең сіз Арафа деген жерге барғанда, Муздалифа деген жерге барғанда намаздарды қосып оқи салатын жағдайға келесіз. Бір намаздың уақыты кірмей тұр, сонда да қосып оқисыз. Әлі уақыт кірген жоқ, асыр намаз. Сонда да қосып оқисыз. Әлі, мысалы, ақшам намазын қаза қылып оқу керек болады. Ақшам намазын қаза қылу керексіз ол жерде. Сонда естігенсіздер ма? Ол сол қажылықта болады. Неге олай? Өйткені екі парыз кездесіп қалды.
күнделікті орындап жүретін парыз, жылына бір-ақ рет, өміріңізде бір-ақ рет келетін парыз кеп қалды. Екі парыз келген кезде ең маңыздылығы не істелді? Фиқ бойынша таңдалды. Жаңағы бесін намазыңызды, асырды қосып оқи салуыңыз содан. Асырдан көрі, асыр намазын уақытында қайтадан екінші рет жиналып оқудан көрі қосып оқи салу керек болып тұр. Өйткені арафа деген нәрсе бар. Ол сол парыз тұр. Өміріңізде бір-ақ рет істелетін парыз. Міне сол себепті не болды? Екі парыз жолыққан кезде ең маңыздысы таңдалды. Оны Алла қаласа біз қажылық күндерде сіздерге жеке-жеке түсіндіреміз. Енді құрмет жамағат, Имам Ғазали деген біздің ұлы ғалымымыз өткен. Сол кісінің бір жақсы сөзі бар. Бір нәрсенің маңыздылығына, бір нәрсенің маңыздылығына жету, оны дұрыс өз мақсатында орындау үшін соның маңыздылығын үйрену, түсіну дейді. Міне, бұл қажылық деген құлшылық қандай құлшылық? Өте мақсаты жоғары құлшылық. Оның маңыздылығы, қадір қасиеті өте жоғары. Ал соны орындау, соны үйрену, ол одан да маңызды. Бір нәрсе сізге парыз болса, сол парыз болды сізге, намаз сізге парыз болды. Енді сол намаз деген нәрсе не? Соны үйрену парыз. Ораза сізге парыз болды. Енді оразаны қалай өтеу керек? Соны үйреніп, білім алу сізге парыз. Парыз екен, ниетімді жасай берейін деп емес. Үйрену керек. Оның ішінде парыз амалдары бар, оның ішінде сүннет амалдары бар, оның ішінде уәжіп амалдары бар, оның ішінде бір шарт амалдары бар. Мысалы, намазды парыз деп түсіндіңіз ба, сізге 12 нәрсені білу керек. Сыртқы 6 парызы, ішкі 6 парызы деген сияқты. Сол сияқты әр нәрсе сізге шариғатта парыз болды ма, оның қалай орындалуын үйрену парыз. Үйлену керек болды. Бойдақтар бар шығар, я? Үйленуге шартыңыз келді. Енді оның шарттары не? Үйрену парыз. Некенің шарттары, талақтың шарттары, отбасыда әкенің міндеті, ананың міндеті деген нәрселер үйрену парыз. Сол сияқты қажылық, құрмет жамағат. Қажылық деген өте қасиетті құлшылық, өйткені сіз бұл жерде 3 нәрсеңізді саласыз. Жаныңызды, тәніңізді, малыңызды саласыз. Көрдіңіз ба? Жан дүниеңізбен, тәніңізбен шаршап жатсыздар ма? Аяқ талып жатыр ма? Тәніңіз құлшылық жасап жатыр, я? Ертең әлі қажылық басталған жоқ жамағат. Негізі әлі басталған жоқ. Біз қажылықты Алла қаласа қашан бастаймыз? 7-ші шілде күні бастаймыз. 3-ші малыңызбен құлшылық жасап жатсыз. Сондықтан бұны қажылықтың үкімдерін білу өте маңызды. Енді қажылықтың парызы деген не? Парыз орындалмаса не болады намазда? Қайтадан өтейсіз. Солай ма? Парыз, мысалы, намазда тұрдыңыз, сіздер бәріңіз намазбен әдейі салыстырып жатырмын. Түсініп кету үшін. Намазда парызды орындамадыңыз. Рукух жасамадыңыз, мысалға. Немесе қирағат оқыған жоқсыз. Не істейсіз? Қайтадан оқисыз. Қайтадан оқу керек болады. Намаздың ішінде уәжіп деген нәрсе бар. Уәжіп деген ол парыздан төменгі үкімде. Оны ұмытып кетіп орындап қойсаңыз не істейсіз? Саху сәжде жасайсыз. Намазда сүннет деген амал бар. Оны әдейілеп ұмытсаңыз күнәға батасыз. Байқамай ұмытып кетсеңіз, Алла сізді не істейді? Жарайды деп кешіреді. Сол сияқты қажылықтың парызы не екен? Ең бірінші әл-ихрам дейді. Ихрамға өту. Қажылық ихраммен өтеледі. Мына өтіп жатқандың сіздер умраны бітірдіңіздер жамағат. Сіздер умра деген құлшылықты бітірдіңіздер. Бәрлеріңіз барып, не істеп келдіңіздер? Атқарып келдіңіздер. Ал енді умраға
Умраның ихрамы мен қажылықтың ихрамында не айырмашылық бар? Умраның ихрамын сіз Меккеге кіру үшін ең әуелде қасиетті Кағбаны тауап ету үшін не істеп жатсыз? Киіп жатсыз. Солай ниет еттіңіз. Ал қажылықта сіз Меккенің сыртына шығу үшін ихрам киесіз. Түсіндіңіз ба? Меккенің сыртына шығу үшін қажылық құлшылықтарын, нусуктерді, манасиктерді орындау үшін шығасыз. Ихрамды түсіндірмей қояйын, қалай кіріп үйреніп алыңыздар ғой иншалла. Иә? Жаңағы жуынып, тазаланып, алатын жердің бәрін алып, ер кісілер киетін киімін киіп, бастарын жаппай, аяқтарын жаппай, 2 ракат намаздарын оқып, тәлбие айтып, не істейді? Бітті. Содан бастап сіз бір өзіңізді бір жаңағы оразада ауыз бекіткен сияқты сезініңіз. Болмайды ғой ауыз бекіткеннен кейін көрінген тірлік жасауға. Намазда тәкбир, тахрим алғаннан кейін болмайды ғой көрінген нәрсені жасауға. Сол сияқты ихрамға кіргеннен кейін сондай сізде рухани дайындық болу керек. Сондай рухани сезім болу керек. Сол ихрамға кіргеннен бастап Аллаға шүкір адамның сауап амал дәптеріне періштелер таластырып жазатын амалдар басталады. Өйткені сіз ихрам деген нәрсеге кірдіңіз. Ихрам деген нәрсеге кірдіңіз. Аллаға құлшылық етуге бет бұрдыңыз. Ихрам деген сөз не екен? Харам ету дедік, тыйылу, тыю деген сөз. Дүниені харам етесіз. Ихрамға кіргеннен кейін ана қаладағы, ауылдағы тірліктерді кішкене қоя тұрыңыздар. Ана не болды екен, мал қораға кірді ме екен, базардағы есік жабылды ме екен, көлік қайтты ме екен, жұмыскерлер бүйтті ме екен, қоя тұрыңыз ихрам уақытында кіші. Харам қыла тұрыңыз дүниені иншалла. Міне ихрамның мәні, мағынасы осы екен. Яғни ихрамды түсіңіздер ғой, қажылық кезіндегі ихрамды. Бірінші парыз не екен? Ихрам. Екінші парыз Арафада тұру. Үшінші парыз кім айтады? Тауаф жасау, Тауафтың түр-түрі бар жамағат. Тауафтың түр-түрі бар. Сол түр-түріне түрлі ниет керек. Ал қажылықтың тауафын жасайсыздар. Оны біз айтамыз. Қажылық кезінде шайтанға тас атып келген күнде, бірінші күнінде, ихрамнан шыққаннан уақытта ең негізгі не жасалады? Тауаф жасалады. Оны қалып кетіп жүрмеу керек. Палаткада қалып кетіп жүрмеңіздер. Қажылықтың парызы орындалмай қалады. Енді құрметті жамағат, ихрам мәселесін түсіндіңіздер. Енді мына бір анықтамаларға тоқталып кетейікші. Мысалы, Мина деп жатасыздар, Мина деген ол не? Ол бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден жаңағы қажылыққа барып, Меккеден шығып, барып орналасқан жерді айтады. Түсіңіздер ғой, үлкен жазық ол жер. Ол жердің шарты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шатыр тіккен, үй салдырмаған, сосын о жақтарда гостиница салмайды. Шарды сол, басыңыздан күн өтіп, шаршап, шалдығу керексіз. Қажылық деген сол, қажылықта қажу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Қажылықта деді, Алла тағала пенделерінің шаршап шалдыққанын жақсы көреді деді. Қажыда адамның түрі шаршаған күйге түседі. Ең түр сол жақсы, Аллаға жағатын келбет сол деді. Яғни палаткада боласыздар. Екінші Арафа деген не? Арафа деген сөз қазақ тілінде табысу деген сөз. Табысу. Бұл неден қалған? Бұны екі нәрсемен түсіндірсек болады. Бірінші, бұл Мекке қаласы не үшін қасиетті болды? Тарих, біздің адам баласының тарихы қай жерден басталады? Жәннаттан басталады, Біздің негізгі пропискамыз со жақ болған жамағат. Хауа анамыз кішкене қателесіп қалды да, бәріміз жерге кеп қалдық. Негізі Алла тағала бірден Адам алейхиссаламға разы болып, жәннатқа берген со жаққа. Осы жерде көгеріңдер, өсіңдер деп.
Бірақ Хауа анамыз енді әйел заты кішкене сезімге беріліп қояды, жылтыраққа беріліп қояды. Жаңағы жемісті, әдемі жайқалып тұрған жемісті не істеп қояды? Күйеуін көндіріп, екеуі жек қояды. Білесіздер, Бақара сүресінің қаншана 7-ші бетінде айтады ғой осыны. Екеуі соны жеп қояды. Алланың әміріне қысқа айтайын. Қайша амал жасап қояды, сонымен не істейді? Жер бетіне түседі. Ол жерді, мына жерді ол кезде жындар билеген дейді ғалымдарымыз. Алла тағала періштелерді жіберіп, ол жындардың бәрін не істеді? Жойды түгел. Қуалады, қашты, бітірді. Неге? Өйткені олар мына жер бетінде пастықтықты көп жасады, бұзықтық жасады. Аллаға күнәні көп жасады, сосын періштелер жындарды қырған негіз. Кейіннен Алла тағала не деді? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Алла тағала сонда Раббың айтты, мен жер бетін басқаратын жаратылыс жаратам деді. Сол кезде періштелер айтты, я әлемдердің Раббысы, тағы да жер бетін қанға бөгейтін, бұзықтық жасайтын бір жаратылыс жаратасың ба деді. Сонда Алла тағала не деді? Мен сендер білмейтін нәрсені білушімін деді. Адам алейхисаламды жаратты, оған бүткіл хикметті, ілімді үйретті. Осылай періштелерден артық етті. Осыны көре алмаған шайтан ең бірінші күнә жасады. Ол қандай көре? Ол тәкаппарлық, көре алмаушылық деген күнә жасады. Сол күнәсінің кесірі біздің Адам атамыз бен Хауа анамызға тиді. Осылай жер бетіне кеп қалды. Қысқа айтайын. Риуаяттарда айтады, Хауа анамызды осы Араб жазирасына түсірген Алла тағала. Сол үшін кеше Жидда деген қалаға қондыңыздар ғой. Сол жерде Хауа анамыз жатыр, қабірі жатыр сол жерде. Ең біздің анамыз, Хауа анамыз сол жерде жатыр. Жидда деген сөз сол апа, әже деген ұғымды білдіреді. Хауа ананың жатқан жері сол. Ал риуаяттарда айтады, Адам алейхисаламды мынау Үндістан жаққа тастаған дейді. 40 жыл екеуі не істеді? Табыс алмады. Мәселе қай жерге келе жатыр біліп тұрсыздар ғой, табыс алмады екеуі. 40 жыл тәуба қылды, жылады, қиналды, қайғырды. Содан Алла тағала мейірімді ғой. Бір періштеге бұйрық берді. Ана Адам алейхисаламды жетелеп Хауаға қос деді. Содан бір періште Адам алейхисаламға жол көрсетіп отырып, азып тозып Хауа анамызға екеуі қай жерде жолықты? Арафада жолықты. Арафа деген жерде тұңғыш рет адам тіршілігі басталды десе болады. Түсіңіз ба? Жолығасап не істеді екеуі? Құшақтасып, сүйісіп, ой деп кеткен жоқ. Көріңіздер ма? Олар не істеді? Раббана заламна анфусана фа ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деді. Раббым, біз деген мына біз өзімізге зұлымдық жасап алдық. Жап-жақсы жәннатта өмір сүріп жатыр едік. Ешқандай мынандай күнге күйу, қарын ашу, шөлдеу, аяқ тозу дегенді көрмеген едік. Мына бір қателік жасап, әміріңе қайшы шығып, өзімізге зұлымдық жасадық. Бізді енді кешірші деп, олар Арафада 5-нен бастап ақшамға дейін дұға қылды. Көрдіңіздер ма? Енді біз соны қайталаймыз. Адам атамыз бен Хауа анамыз құлшылықты сол кезден бастап үйретті. Одан кейін оны Исмаил, Ибрахим пайғамбарлар жандандырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны толықтырды. Хузу анни манасикакум деді пайғамбарымыз. Менен өздеріңнің құлшылықтарыңды жақсылап үйреніп алыңдар деп толықтырды. Содан Арафа құлшылығы не болды? Сол жерден басталды. Мәні мағынасын түсініңіздер ғой, анау тәңіршіл дегендер шығып жатыр. Бұл қажылық деген арабтардың өздері жасабаған нәрсесі дейді. Ол қалай олай болады? Араб деген ұлт жоқ болған кезде басталған құлшылық бұл. Араб деген ұлт жоқ, әлі Адам ата мен Хауа ана ғана бар. Сол кезде басталып қойған құлшылық.
Сол кезде жасалып қойған жер, сол кезде қасиетті жерге айналып қойған жер бұл жер. Одан бері Құдай біледі қанша миллион жыл өткен. Қанша миллион жыл өткен, мүмкін миллиард жыл өтті ме, Алла біледі. Көрдіңіздер ма? Сол кезде бұл жер Меккеде қасиетті болып қойған. Сол кезде бұл жер Арафада қасиетті болып қойған. Алланың хикметін қараңыздар. Тұңғыш пайғамбар кім? Адам атаны осы жерге түсірді. Соңғы пайғамбар кім? Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламмен бұл жерді тәмам қылды. Бұл жерді сонымен қасиетті қылды. Адам алейхиссаламның келуінде үлкен хикмет бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жерге дүние келіп, осы жермен аяқталуында адамзат тарихы үшін үлкен не бар? Хикмет, сыр, даналық бар екен, құрметті жамағат. Енді Арафа. Арафаны түсіңіздер ғой, тарихқа кіріп кеттік, айып етпеңіздер. Енді Арафада тұру өте маңызды. Баяғыда бір қажы атамыз жүр дейді, Арафа күні гостиницада қалып кеткен. Өзі Қағбаға барып апты жаңағы. Ешкім жоқ, қара тасты сүйіп, айланып, бармағаным жақсы болыпты, рахат екен мына. Күшті екен ғой, қалғаным жақсы болыпты, аналар кетті не деп айтады дейді. Олай болмайды екен. Ол кезде мына Қағбада ешкім болмайды. Тек қана жергілікті жаңағы Қағбаның кисуасына жауапты тайпа кім еді? Бәни Шайба ма? Бәни Шайба ұрпақтары сол күні Қағбаның киімін ауыстырады. Ертең келесіздер Арафадан басқа нәрсе кигізіп қояды. Иншалла. Сол дәстүр ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сіздер сол күні Арафада құлшылық жасайсыздар. Жаңа біз не дедік? Бірінші ихрамды айттық. Ва фардухул ихраму, ол айтылды. Бил ижма. Вал уқуфу би Арафа. Ай хусулу биха валау саа. Арафада тұру бір сағат болса да тұру керек. Әртүрлі күндер бар. Ертең автобус кешігу мәселесі бар, автобус ерте бару мәселесі бар. Бірақ мен бесін менен ақшамның ортасында толық тұрмай қалдым деп байбалам салуға болмайды. Кейде боқ қалады. Бірақ сүннеті абзалы деген нәрсе бар шариғатта. Шариғатта міндеті деген нәрсе бар. Міндеті бар, сүннеті бар, я? Ана сүннетті міндетке қойбауға болмайды, міндетті сүннетке түсіріп тастауға болмайды. Міндеті не екен? Арафада бір сәт тұру, бір сағат. Ал сүннеті бесінен бастап күн батқанға дейін сол жерде тұру. Тұру болғанда не тұру ол? Дұғамен тұру. Қолыңызды қыблаға қаратып, кейбір кісілер естіп алған шатасып ана рахмат тауына қарату керек дейді. Жоқ, олай емес. Қыблаға қарайсыздар, қолдарыңызды жаясыздар. Ең маңызды жер ол. Әл-хаджу Арафа дейді. Қажылық ол Арафа дейді. Құнанбай атамыз сол Арафаға кешігіп қалғандықтан бір жыл осы Меккеде тұрған. Құры жатпайын деп өте басшы болып үйреніп қалған кісі, құры жатпайын, мына болашақ ұрпаққа бір қонақ үй салайын. Мына өзбек басқа татарлардың қонақ үйлері бар, неге қазақтың қонақ үй жоқ деп, сол жерде бүткіл байларды жинап, елдегі байлардың бәріне сәлем айтып, осы жерден тақия салдырған. Құнанбай атамыздың кешігіп қалғанына да қайыр болғанда, Аллаға шүкір. Одан кейін ол кісі келесі жылға қалып, қажылығын өтеп, 2 жылдан асты, 3 жылға тамам дегенде әрең шаршап шалдығып Семейге барған. Сол кісінің неден шығып кетті әңгіме? Арафадан кешігу. Көрдіңіз ба? Атамыз Арафаның маңыздылығын білгендіктен қалып тұр. Келіп тұрып Арафаны кешіктіріп қалып кетпеуіміз керек. Екінші парыз не екен? Арафа. Енді сол Арафада тұрғанда жамағат ол жерде намаздан гөрі дұға қайырлы. Көрдіңіздер ме? Арафа күні ораза ұстап жүрмеңіздер. Қажылар Арафа күні ораза ұстамайды, қажылар. Түсінікті ғой, әлсіреп қаласыз, дұға жасай алмай қаласыз. Арафа күні дұға жасалады. Өзіңіз үшін, ақыретіңіз үшін, бала шағаңыз үшін қаншама проблемамен келіп отырмыз ғой біз. Ақыреттік проблемамыз әлі қаншама. Құдай біледі тағдырымыз не болатын о жақта. Ата-бабаларымыздың ақыретінің тағдыры не болады?
Дүниелік мәселеміз қаншама жетпей жатқан, бітпей жатқан, мұқтаж болып жатқан, қиналып жатқан, соның бәрін Құдай тағаладан сұрап алатын уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Арафа күнгідей тозақтан азат етілетін құлдардың саны болмайды деді. Арафа күні Алла тағала көптеген құлдарына жақсылық беріп жүреді екен. Жақсылықтың ең төресіне жәннат екен, өзінің разылығы екен. Сол үшін Арафа күнде иншалла оны уағызға қосып айтармыз. Дұғаға көбірек көңіл бөлу керек. Құрметті қажылар, бұл қажылық басынан аяғына дейін зікірмен болу керек. Сол қажылық, жаңағы қажылық несі бар ғой? Мынау аятта Аллах субханала тағала айтады. Кешіре тұрыңыздар. Мынау Бақара сүресінің 197 аятынан 202 аятына дейін оқып жүріңіздер. Барлығы тек қажылық үшін түскен аяттар. Тіпті оның алдында басталады бұл. 195-тен бастайды. 200, мен айтайын мына жерде, 204-ке дейін оқысаңыздар болады. 203-ке дейін. 195-тен бастап 203-ке дейін Алла тағала Бақара сүресінде қажылықтың шарттарын, мән мағыналарын баяндаған. Сол жерде не деді Алла тағала? Бірнеше жерінде айтады. Вастағфирулла, Алладан не істеңдер? Көп кешірім тілеңдер дейді. Фазкуруллаха казикрикум абаакум ау ашадда зикра дейді. Қажылық кезінде Алланы сондай көп зікір етіңдер дейді. Қажылық кезінде дұға жасаңдар, бір адамдар тек дүниені тілеп дұға жасайды дейді Алла тағала міне айтып жатыр. Бір адамдар дүниесінде ақыретінде тілейді. Олардың сол кезде олжасы не болады дейді? Көп болады. Алла есептеуде өте жылдам шебер дейді. Дүниені де ақыретті де сұрау керек екен. Бұл жерде айтатынымыз, құрметті жамағат, мынау қажылық кезінде өздеріңізге уирда қойып алыңыздар. Уирда деген зікір. Мен тапсырма берсем де болады сіздерге имам ретінде. Күніне 100 рет салауат айтам, 1000 рет салауат айтам деген сияқты. Өзіңізге программа құрыңыз. Ол өте маңызды. Сіз құлшылыққа келдіңіз. Өзіңізге жоспар құрыңыз. Мына уақыттар мешітте болам, мына уақытта жаңа қонақ үйде болам. Мынанша зікір жасайым. 1000 рет салауат айтам, 1000 рет истихфар айтам. Мынанша пара Құран оқиым деп өзіңізге жоспар қойыңыз. Ол солай болу керек. Сонау жақтан келдіңіз. Басынан аяқ зікір, салауат болу керек. Сосын құрметті жамағат, Алла разы болсын, біздің жетекшілерімізге, қолдарыңызға, бәріңізге кітап ұстатып қойды. Ана кітап өте мықты негіз. Ана кітап дайын. Мысалы, қажылықта тауап жасағанда 7 рет оқылатын дұға бар. Бәрі пайғамбарымыздан келген дұға. Оқымасаңыз пайғамбардың көрсеткенде істеп жатқан жоқсыз. Оны оқу керек. Жарай, жаттамай қойыңыздар. Қазақшасын оқыңыздар, жетеді сіздерге. Қандай керемет дұғалар, анау. Тауафта оқылатын дұғалар деген өте мықты мағынаға бай дұғалар ғой. Ана дұғалар қабыл болып кету деген сөз сіздің екі өміріңіздің жақсылығы деген сөз ғой. Қандай керемет дұғалар пайғамбарымыз үйретіп қойған. Соны қазақшасын оқыңыздар. Раббым, саған келіп тұрмын. Раббым, күнәмді кешір. Раббым, дұғамды қабыл ет, білімімді арттыр, рызығымды көбейт. Қандай дұғалар, Тауафтағы дұға, Ибрахим мақамында оқылатын дұға, Зәмзәмға барғандағы дұға, Сағидағы жасалатын дұға, соларды ең болмаса, құрметті жамағат, қазақшасын оқыңыздар. Қазір апа, айтам сізге иншалла. Біздің парызымыз неше болды мен? Үшіншісі тауаф зияра.
Оны Алла қаласа біз қажылықтың Муздалифа деген уақытынан келіп, шайтанға тас атып, содан кейін барып, шашымызды алып, болғаннан кейін жасалатын тауаф парыз болады. Бұны дұрыс орындаңыздар. Бұл парыз құлшылық. Көрдіңіздер ме? Парыз құлшылық. Дәретсіз болып кетсе, қайтадан жасау керек болады. Осыған көңіл бөліңіздер иншалла. Енді жаңа Адам ата мен Хауа анамыз ақшамға дейін тұрғаннан кейін не істеді? Муздалифаға кетті, сол жерде түнеді. Соны пайғамбарымыз қайталап көрсетті бізге. Хауа анамыз бен Адам атамыз Муздалифа деген жерге барып түнеді. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге көрсетті. Содан қалған. Ол жерге барғанда не істейсіздер? Арафадан шыққаннан кейін ақшам намазын оқымайсыздар. Мейлі қаза болып кетсе де. Муздалифаға барып бірақ оқимыз. Қаза болса бір азан, екі қаматпен оқимыз. Сол жерде біраз таң намазға дейін ұйықтау сүннет болады. Муздалифада еш нәрсе жоқ жамағат. Мынандай кондиционер жоқ. Керек десеңіз палатка да жоқ ол жерде. Апарған одеялыңызға жатасыз, болды. Ол жерде барған президент те сөйтіп жатады. Ол жерге барған меценат та сөйтіп жатады. Ол жерге барған директор да сөйтіп жатады. Ол жерге барған қарапайым пенде де сөйтіп жатады. Бұның хикметі Алла тағала менің алдымда бәрің бірдейсіңдер деген сөз. Менің алдымда тек қана кімнің жүрегінде ықыласы күшті, зікірі көп, сол ғана дәрежесі жоғары. Түр келбет, жағдай, условияда бірдейміз ол жерде иншалла. Жаңа айтып жүрмеңіздер, гостиницаларың қайда? Ең болмаса бүйтпедіңдер ма деп. Жоқ, пайғамбар солай көрсетті, біз солай жасаймыз. Муздалифада еш нәрсе жоқ. Ал Муздалифаның таңы деген сөз, ол құрбан айт деген сөз жамағат. Құрбан айт оқып жүрмеңіздер, қазылар құрбан айт оқымайды. Ол құрбан айтты кім оқиды? Қажылыққа бармаған басқа мүмін мұсылмандар оқиды. Ол кезде сіз таң намазда оқып алғаннан кейін, күн шыққанға дейін қыбылаға қарап дұға жасау өте маңызды. Өте маңызды. Құрбан айттың уақыты кіргенге дейін дұға жасайсыз. Содан кейін Алла қалса бисмилля деп біз қайда барамыз? Жамағат? Тас ату құлшылығын жасаймыз. Әлі ихрамнан шықпайсыз. Мына ихрамыңыз жай. Біз самолетта отырып, автобуста отырып, қонақ үйге кетіп жатып, одан кейін барып жаңағы умра жасап барып шештік қой. Ана жерде қонақ үйден ихрам киесіз, ихрамға өтесіз, Минаға барасыз, бір суткі палаткіде немен жатасыз? Көп нәрсе әлі сізге тыйым, әлі сабын қолданбайсыз, тіл, көз, құлақ, іс, ниет бәріне тыйым қоясыз, тек қана жақсылық ойлайсыз, жақсылық істейсіз, осындай нәрсе боласыз. Одан кейін Арафа тағы кетті ма? О жерде де ихрамда боласыз. Одан кейін Муздалифада тағы ихрамда боласыз. Содан кейін барып бірнеше километр жаяу жүріп барып, лағнет атқан шайтанға 7 тазыңызды атып, қайтадан келіп, құрбандығыңыз шалынғанын күтіп, құрбандығыңыз шалынды деген кезде ғана барып қайтадан халалға өтесіз. Халалға өтесіз дегені сізге рұқсат нәрселерге өтесіз. Ихрамыңызды шешесіз, басқа амалдар жасайсыз. Мерзімі ұзақ па? Ұзақ. Бұны не үшін айтып отырмын жамағат? Бәріңізде қазір сондай рухани эмоция күшті болып тұр. Бірнеше рет умра жасап атсыздар. Алла разы болсын. Барлық намазды харамда оқып атсыздар. Бірақ күшті, жігерді, денсаулықты қажылыққа сақтаңыздар. Қажылық әлі басталған жоқ. Умраны бітірдіңіздер. Қажылық парыз әлі басталған жоқ. Минада кішкене күн ыстық болады. Арафада тұрып құлшылық жасайсыз.
Муздалифа, ұйқыңыз шала болады. Жамаратқа тасату жаяулатып, туннелдетіп, тастатып жүресіз күннің ыстығы. Соның бәріне күш жігер керек, әсіресе үлкен кісілер. Атама, атамның атасына, құдама деп ана жаңағы ұмырамен бүткіл күш жігеріңізді сарқытсамаңыз. Дұрыс ол. Бірақ қажылық деген құлшылыққа күш жігеріңізді, денсаулығыңызды сақтап отырыңыздар иншалла. Құрметті жамағат, бүгінмен жететін сияқты, ертең айтатында мәселе бар. Қайталаймыз. Қажылықтың парызы нешеу? Не екен ол? Ихрамға кіру, Арафада тұру, сосын тауаф, зиярат тауап жасау. Қажылықтың уәжібіттерін ертең өтеміз. Ол да маңызды. Қажылықтың уәжібін тастасаңыз, ақшаңыз көп болу керек. Қойдан қойды шаласыз, егер уәжібіттерді тастасаңыз. Көрдіңіз ба? Соған түспес үшін, қателік жасамас үшін ертең қажылықтың уәжіптері мен сүннеттеріне өтеміз. Одан кейін афалул хаж деген тақырып бар бізде. Одан кейін қажылықтың түрлері бар дейді. 3 түрлі қажылық бар. Сіз соның қайсында жүргеніңізді білу керексіз, айырмашылықтарын ажырату керексіз. Оларды алдағы дәрістерімізде иншалла өтетін боламыз. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Дұға тілектеріңізді, құлшылықтарыңызды Алла тағала еселеп қабыл етсін. Әмин. Аллахумма ани ала зикрика ва шукрика ва хусна ибадатик. Rabbi ясир ва ла туасир ва таммин бил хайр би рахматика архамар. Осылай келіп отырсыңыздар, Алла разы болсын. Егер қазір бір-екі сұрақтарыңыз болса ұстазға қойып алайық осы жерде. Сосын